Rockstar Games туралы 10 дерек. Race and Chase ойыннан бастау алады. Түпнұсқа Grand Theft Auto ойыны бастапқыда Race and Chase деп аталған және жарыс ойыны ретінде жасалған. Әзірлеушілер полиция жасанды интеллектісін ол тітіркендіргіш болуы керек еді. Ойынның ең қызықты бөлігі деп тапқаннан кейін ол GTA болып өзгертілді. Теңдесі жоқ қаржылық рекордтар. Grand Theft Auto 5 2013 жылғы 220 миллионнан астам данамен сатылған ең көп сатылатын бейне ойындарының бірі. Ол 3 күн ішінде миллиард долларға сатылып, сол кездегі ең көп сатылатын ойын-сауық өніміне айналды. Ыстық кофе дауы. GTA San Andreas ойыны жасырын секс көрінісін ашқан ыстық кофе модификациясына байланысты үлкен дау тудырды. Бұл жанжал ойынның ақш-та ересектерге дегеннен тек ересектерге дегенге қайта бағалауына және сот істеріне және қымбат өнімдерді қайтарып алуға әкелді. Өте шынайы мәліметтер. Rockstar абсурдтық мәліметтерімен танымал. Red Dead Redemption 2 ойынында жылқылардың аталық бездері суық ауа райында кішірейеді, ал GTA 4 ойынында шиналар бірден емес баяу босатылады. Жасырын мұғалім әрекеттесуі. Қорқыту ойынында ойыншы ағылшын тілі сабағында отырып әріптерді пайдаланып боқтық сөзді айтса, мұғалім жауап беріп ойыншыны өсугеді. GTA 5 Grand Theft Auto 5 ойынындағы нақты өмірдегі культтер ойын әлеміндегі Лос-Анджелесте кездесетін нақты өмірдегі культтерге негізделген 5 ерекше жасырын культті ұсынады. Негізін қалаушылар туралы ақпарат. Rockstar Games компаниясы негізінен британдық ойын баспагері BMG Interactive компаниясынан шыққан Сэм Хаузер, Дэн Хаузер, Терри Донован, Джейми Кинг және Гэри Форман құрды. Атаудың шығу тегі. Rockstar болмай тұрып, команда Лондонда орналасқан компания ретінде жұмыс істеді және олар әйгілі Rockstar атауын таңдамас бұрын өздерін Rage деп атауға өте жақын болды. Unique Motion Capture Studio. Rockstar кейіпкерлерінің шынайы қимылдары мен өнер көрсетулерін түсіру үшін Нью-Йорк штатының Бетпейдж қаласында арнайы қозғалыс түрі студиясын басқарады. GTA 5 ойындағы жоғалған басты кейіпкер. GTA 5 ойынындағы Франклиннің дыбыстаушысы және актері Шон Фонтено бұл рөлді ойнай алмай қала жаздады. Бастапқыда оған рөлге лайықты актер табу тапсырылған болатын, бірақ ақырында бұл міндетті өзі атқарды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.